Өмірлік сабақ. Имам Ғазали өмірінен алынған ғибратты әңгімелер. Керуен Журжаннан ұзады. Екі жігіт фиқ ғылымын жемістің қабығына теңеп, жемістің дәмін тату үшін қабықты жемістен ажырату қажет екендігін айтып келе жатыр еді. Керуен тоқтап алдыңғы жақтан айқай-шу естіліп, керуендегілер абдырап, үрейленіп қалды. Қарақшылар керуенді қоршап алыпты. Арғы төбе басында қарақшылар басшысы айқайлап, бұйрық беріп тұр. Қару асынған қарақшылар керуендегі тауарларды жинап, адамдардың қалтасынан заттарын тартып алып, тез қараларын батырды. Барлығы тартып алынған заттар үшін қайғырса, ал Мұхаммед бір түйеге жүк болатын кітаптар үшін алаңдады. Ол 5 жылдық оқу барысында жинаған ғылыми қазыналар еді. Ахмадты керуенге қалдырып, өзі қарақшылардың ізіне түсті. Ол бұл аса қауіпті екенін ескерткендерді де тыңдамады. Қарақшылардың соңынан ұзақ жүгіріп, екі төбеден кейін шашылған тауарлардың арасынан керегін алып жатқан 15-20 шақты адамдарды көрді. Мұхаммед қолдарын басынан жоғары көтеріп, оларға қарай жүріп, ұлы жаратушыға жалбарынды. Қарақшылар өздеріне келе жатқан бейтаныс адамға жақындап келіп, бас салып, қол аяқтарын байлай бастады. Мұхаммед дауыстап көсемдерін көргісі келетінін, бұларға ешқандай жаман ниеті жоқ екенін айтты. Қарақшылар оны тінтіп, қарусыз екеніне көз жеткізіп, қарақшылардың басшысы алдына апарды. Басшы бұған таң қалып, «Кімсің, не керек?» деді. Мұхаммед бастыққа қарады. Оның шашы мен сақалы бұйралана шатасқан, жүзі сүсті екен. «Менің сіздерге жаман ниетім жоқ, ағатай. Тағлиқтарымды сұрау үшін келдім. Өйткені мен сол ғылымдарды оқу үшін 5 жыл елімнен алыс жүрдім. Ғылым дейсің бе, ол не, жейтін нәрсе ме, ішетін нәрсе ме?» деп күлді. «Ол желінбейді де, ішілмейді. Сіздерге еш пайдасы жоқ, оның ағатай. Әй, жынымды келтірме. Не ол тағлиқ деген, тез айт». Оның айқайынан шошып кетті. «Тағлиқ деген менің ғылыми кітаптарға қосымша жазған қолжазбаларым, мен ол ғылымды үйрену үшін ұстаздарымнан жазып алдым. 5 жыл бойы медреседе жинадым. Олар менің бар қазынам. Сондықтан мен оларды сізден сұрап алу үшін келдім». «О, байғұс, сен медреседе ғылым оқыдың ба?» «Иә, ағатай». «Бұл қандай ғылым сонда? Егер жазған оқулықтарың кетсе, білгеніңді жоғалтсаң, сондай ғылым болады ма? Соны да білім алу дейсің бе?» Мұхаммед қарақшылар көсемінің сөзіне қатты ұялып, беті қызарып кетті. Ол басын төмен түсіріп, тамағына өксік тығылып, ұяттан беті бір бозарып, бір қыздарды. Ол бірнеше рет жұтынып, көсемге қарап, «Дұрыс айтасыз, ағатай» деп қайталай берді. Көсемге Мұхаммедтің мінез құлқы ұнады. Оған басынан аяғына дейін қайта қарап, «Мынау жаман балаға ұқсамайды» деді. Көсемінің түрі өзгеріп, жүзіне күлкі үйірілді. Содан кейін қасындағыларға қарап, «Мына балаға тағлиқы мен заттарын қайтарып беріңдер» деді. Сосын тез-тез кеттік. Көзге түсіп қаламыз деп айқай салды. Мұхаммед қуанып көсемге алғыс айтты. Асығыс іздеп шашылып жатқан заттар арасынан кітаптарын тауып, бір-бірлеп сүйреп алып шықты. Мұхаммед бірінші төбеге көтерілгенде, көсем әлі де адамдарына айқайлап жүріп көзден ғайып болды. Олар тоқтаған жерде шашылған, сынған заттардың үйіндісі қалды. Мұхаммед керуенге келіп, тоналған қалдық заттар жайлы айтып, олар қалған заттарды қайта жинап, түйелерге тиіп керуен қайтадан жолға шықты.
Ұзақ уақыт бойы ешкім бір ауыз сөз айтпай үнсіз жүрді. Керуен Тусқа жетпей, керуенге шабуыл жасалғаны туралы хабар тарап, естігендердің бәрі алаңға жиналды. Мұхаммед пен Ахмет аналарының қасында бүгінгі саяхаттары туралы әңгімелермен бөлісумен әлек болды. Өз үйіне келіп, сағынышы басылып, бірнеше күннен соң Мұхаммед медреседе жазып алған оқулықтарын қайта жинап, жіктей бастады. Журжаннан қайтып келе жатқанда қарақшы көсемінің сөзін, өзіне берген өмірлік сабағын Құдайдың ескерту ишараты деп қабылдады. Көп уақытын оқулық жазбаларын бөлімдерге бөліп, жазып, жаттап алуға жұмсады. Тус қаласынан оралғанына 1 жылға жетпей, 5 жыл бойы жазып келген тағлиғат жазбаларын жинап, бір таңдаулы тағлиғат кітабына сыйғызды. Бұл еңбегін аяқтау үшін күні-түні аянбай жазып, өзі жазған қысқаша еңбекті ұмытпастай етіп жаттап алды. Енді бұл ғылымдарды ешкім де тартып ала алмайтын еді.